Баршаңызға сәлем болсын. Фунчозадан жеңіл әрі тез тамақ дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен сіздер комментарий мен подписка жасауларыңызды ұмытпаңыздар. Баклажанды осылай домалатып, содан соң соломка тәрізді етіп турап аламыз. Келесі бізде светофор перецтің керемешелерін алып тастаймыз, соломка тәрізді етіп турап аламыз. Келесі тауық етін дәл солай етіп турап аламыз. Содан соң сарымсағымызды ұмытпай, оны да осылай турап аламыз. Жіңішке етіп, тамағымызға ерекше бір дәмін береді. Ал барлығы дайын. Енді қазанымызға шығырып тұрған майымызға баклажанды қуырып аламыз. 3-4 минуттай баклажанымызды екі жақтан қуырып алып тастаймыз. Келесі бізде светофор перецімізді екі жағынан қуырып аламыз. Араластырып отырамыз. Болгар бұрышын 3-4 минутта пісіріп алған соң алып тастаймыз бөлек ыдысқа. Келесі бізде тауық еті. Қыздар міндетті түрде сразу араластырыңыздар, себебі жабысады. Жақсылап тұрып араластырып тұрамыз. Жайлап суы шыға бастаған соң қақпағын жауып тұндырып пісіріп аламыз. 5 минуттай пісіріп аламыз. Піскен соң суымыз шыға бастайды. Отын жақсылап тұрып шығарамыз, ашамыз. Суы сарқылып азаюы тиіс. Еттің суы азая бастаған соң сарымсағымызды, тұзымызды, приправамызды саламыз. Бұл жерде тұз, сарымсақ, қызыл приправа. Барлығын жақсылап тұрып араластырамыз. Көріп тұрғандарыңыздай суы азайды. Ал енді біздің алдын ала пісіріп алған перец, баклажандарымызды етке қосып араластырамыз. Келесі бізде қара соя. Қара сояның дәміне қарай қосасыздар қыздар. Қара сояның өзіңіз білгендей түрлері өте көп. Ал біздің келесі ол фунчозамыз. Фунчозамызды осылай қайнап тұрған ыстық суға салып, осылай құйып, бетін жауып, 3 минут, ровно 3 минутты ұстайсыздар. 3 минут өткен соң судан ажыратып аласыздар фунчозаны. Жақсылап тұрып суын шығарып аласыздар. Дайын болған фунчозамызды қазанға саласыздар. Жақсылап тұрып араластырасыздар. Біздің тамағымыз дайын қыздар. Өте дәмді. Осы рецепті жоғалтып алмаңыздар. Дайын тамағымыздың бетіне кунжут себіп берулеріңізге болады. Ал қыздар, менің еңбегім үшін подписка мен лайк жасауды ұмытпаңыздар.